Достар, қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен Pythonдағы коллекцияның тағы бір түрі жиындарды өтетін боламыз. Жиынымыз бізде set деп аталады, орысша множество. Жиындар бізде тізімге өте ұқсас. Мінеки алдымен ашайық. Set 1 тең болады. Жиынды дәл сөздіктер сияқты ашасыздар. Фигуралы жақша қоямыз. Бірақ тек қана элементтерін жазған кезде кілттерді ғана көрсетпейсіз. Print типін шығарайық. Міне, class set. Жиынның өзін шығарайық. Мінеки. Енді қайталанатын элементтер жазып шығайын. 5, 5, 5, 2, 2, 2. Қосып көретін болсақ, бағанағы жазған 5-терімізде, 2-лерімізде жоқ болып кетті, көріп тұрғандарыңыздай. Яғни мұның тізімнен айырмашылығы, бұл жерде қайталанатын элементтер жазылмайды. Тек қана бір экземплярмен жазылады. Сонымен қатар, екінші айырмашылығы, бұл жерде элементтер индекстелмейді. Қазір көретін боласыздар. Бұл жерде индекс деген жоқ. Элементтер қалай болса солай орналаса салады компьютердің жадында. Енді тағы да былай ашсақ та болады. Set деп ішіне hello деп жазайық. Мұны көріп тұрғандарыңызда элементтері қалай болса солай орналаса салды, және екінші L әрпі жоқ болып кетті. Енді мұнда көріп тұрсыздар, біздің сөзіміздің әрбір әрпі, яғни символы, жеке-жеке элемент болып жазылды. Бірақ 2, 3, одан да көп сөздер жазу үшін біз аламызда мынаның ішіне тізім ашамыз. Тізім ашамыз, және ішіне қалағанымызша сөздер жаза береміз. Hi, hello болсын тағы да. Енді қосып көретін болсақ, қайтадан set класы, бірақ та көріп тұрғандарыңызда екінші hello жоқ болып кетті. Дегенмен элементтері сақталды жеке-жеке болып. Енді тізім ашайық. My list. Оған бағанағындай сандар берейік. Осы жетіп қалар. Енді бағана айтқанымдай, бұл тізімді алып, жиынға ауыстыра аламыз. Set дейміз да. Мына жерге тізімнің атауын береміз. My list. Print set 1. Мінеки. Тізімді алтта жиынға айналдырып берді бізге. Сонымен қатар бұл жерде тізімдегі сияқты әдістерді осында да қолдануымызға болады. Жиынның ұзындығын алайық. 7 элемент, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дұрыс. 8 деген элемент set 1-дің ішінде бар ма екенін тексерейік. False. Мұнда элемент жоқ екен. 3 деген элемент бар ма екенін көрейік. 3 бар екен. Дұрыс. Енді 2 жиын ашайық. 2, 3, 4 болсын. Set 2-де. 3, 4, 5 болсын. Енді біз бұл жерде set 1-дің элементтері set 2-ның ішінде бар ма екендігін тексере аламыз. Оны қалай тексеруге болады? Бірден экранға шығара салайын. Print. Set 1 деймін. Нүкте. Is sub set деп жазам. Жақшаның ішінде қай жерден іздеу керек? Ол set 2-ден іздеу керек.
қосып көретін болсақ, true, яғни мынаның элементтері екінші жиында бар екен. Бірақ та мынаны қараңыздар. Мен мұнда басқа элемент қосып қойсам, 6 деп қойсам, ол 6 екінші жиынның ішінде жоқ. Мұндай жағдайда ол маған false шығарып береді. Мұндағы элементтердің барлығы мынаның ішінде бар болу керек. Келесі. Set шашайында бұған екі жиынның қосындысын жазайын. Ол бұлай болады бізде. Set 1 нүкте union дейсіз. Ішіне set 2-ні береміз. Set 1 мен set 2-нің қосындысын set 3-ке жазып береді. Экранға шығарамыз set 3-ті. Міне, 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда 0 қосатын болсам, 0, 1, 2, 3, 4, 5 болды. Көріп тұрғандарыңыздай қайта-қайта қайталанбайды, тағы да бір қайталайын. Келесі әдіс. Келесі әдіс intersection деп аталады. Set 1. Set 2. Ол не істейтінін көрейік. Ол бізде көріп тұрғандарыңыздай тек қана екі жиында да бар элементтерді шығарып берді. 0 мына жақта жоқ, оны шығармайды. Екі жақта да 1 бар, екеуінде де 2 бар, 3 бар, 4 бар. 5 жоқ, және 0 жоқ. Түсінікті. Келесі. Мұнда тағы бір элемент қоса салайын. 5, мына жақта 6-ға дейін болсын. Келесі әдіс difference деп аталады. Шығарып көрейік бірден. Set 1 нүкте difference set 2. Difference әдісі не істеді? Ол set 2-де жоқ set 1-дің элементін экранға шығарды. Яғни бізде set 2-де 0 деген элемент жоқ. Және тағы бір қосып жіберсек, мына жаққа 8 қосайық. Ол set 2-де жоқ. Ол қазір бізге 0 мен 8-ді шығару керек. Мінекей. Set 2-де жоқ, set 1-дің элементін экранға шығарды. Келесі әдіс symmetric difference деп аталады. Мінекей. Symmetric difference. Бұл қалай жұмыс істейді? Symmetric difference екі жиында да кездеспейтін, бір-бірінде кездеспейтін элементтерді ғана шығарады. Сәйкес элементтерді, мысалы 2, 2, 3, 3 дегендерді көріп тұрғандарыңызды шығармайды. Келесі әдіс update деп аталады. Set 1 нүкте update print set 1. Update не істеді? Ол set 1 жиынын жаңартты. Яғни set 2-нің элементтерін set 1-ге қосты. Ол бағанағы union'нан не айырмашылығы бар дейсіз ғой? Union'ды қолданған кезде сіз жаңа жиын ашу керексіз да, соған сақтау керексіз. Ал update болса, бар жиынды алады да, оны жаңартады. Екінші жиындағы элементтерді жай ғана бірінші жиынға қоса салады. Жиынға жаңа элемент қосу үшін тізімде append қолдандық, ал бұл жерде add қолданамыз. Және элементті береміз. 100 деп. 100-ді қосын. Мінекей. 100-ді қосып берді. Ал егер 5-ті қосатын болсам, қайталанатын элементтерді көріп тұрғандарыңыздай қоспайды. Әрі қарай кеттік.
Енді элементтерді өшіруге келейік. Өшіру үшін тағы да бірнеше әдістер бар. Әрқайсысын жеке-жеке талдап шығайық. Бірінші әдіс ол remove әдісі. Remove. 5 дегенді өшіріп тастасын. Көріп тұрғандарыңыздай, жиынның ішінде енді 5 жоқ. Ал енді мен бұл тізімнің ішінде жоқ элементті беретін болсам, мысалға 8 деп. Ол маған қате береді. Мұндай болмау үшін біз келесі әдісті қолдануымызға болады. Мысал қараңыздар, discard деген бар. Discard. Discardқа берейік. Қайтадан сол 5-ті. 5-ті бойдағыдай өшірді. Енді 8-ді берейік. 8-ді берсек, көріп тұрғандарыңызға ешқандай қате берген жоқ. Discard қолдансаңыз, егер элемент жоқ болса, ол сізге ешқандай да қате бермейді. Келесі әдіс pop деп аталады. Pop. Pop әдісі дегеніміз, ол мына жиынның ішіндегі кез келген элементті өшіре салады. Ол 0-ді де өшіріп тастауы мүмкін, 3-ді де өшіріп тастауы мүмкін. Оған бәрібір кез келген алады да өшіре салады. Ал толықтай тазалап тастау үшін, ішіндегі барлық элементті өшіріп тастау үшін clear әдісін қолданамыз. Қоссақ, мінекей ішінде түк те жоқ.